Педагогтер. Курстарға жазылу үшін сіз бірінші кезекте өзіңіз жұмыс істейтін мектеп директорына хабарлауыңыз керек. Сіздің мектебіңіздің директоры пәндік курстарға қатысуға тілек білдірген мұғалімдердің тізімін жасайды, оған сіз де қосыласыз. Содан кейін директор бұл тізімді сіздің облысыңыздағы, қаладағы білім бөліміне жібереді. Білім бөлімі мұндай тізімдерді әр мектептен жинақтап, өрлеу филиалдарының бекітілген жоспарлары бойынша жалпы тізімді қалыптастырады. Бұл жалпы тізім сіздің облысыңыздағы білім басқармасына жіберіледі. Білім басқармасы жалпы тізімі бар хатты облысыңыздағы немесе қалаңыздың өрлеу филиалына жібереді. Филиал келіп түскен тізімді бекітіп, білім басқармасына жібереді. Осы құжаттың негізінде білім басқармасы курс тыңдаушыларының тізімін бекіту туралы бұйрық шығарады және оны білім бөліміне жібереді. Білім бөлімі бұйрықты мектеп әкімшілігіне жібереді. Біліктілікті арттыру курстарында оқыту бойынша барлық іс-шаралар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтарындағы нөмірі 95 бұйрығының 2 бөлімінде бекітілген.